тойда бірге ұшырасып қаламыз, немесе жаңағы машинадан, көліктен түсіріп жатқан кез, немесе ұшаққа бірге мініп жатқан кездерде көбірек көзге түсіп қалсақ керек, көп адам сондай қаңқу әңгімелерге жол беріп жатыр. Бір өкініштісі, жақсы әңгіме айтып, бұлардың ешқандай оғашқылығын, артық дүниесін көрген жоқпыз дейтін адам кем деген өкінішке қарай. Барлығы біреу бірдеңе деп жазса, тағы да бір жерде Сәкен мен Мадина бірге жүр екен десе, артынан қосылып жамандап неше түрлі әңгімелерді, өсек аяңдарды айтып жатады. Ол енді үлкен күнә болатынын айтқым келеді. Бір осы орайда араймын айта кетейін. Менің жұбайыма біреу хабарласқан ғой. Сәкен мен Мадина білдірмей жүрсін да, не сұмдық деп. Жаны ашып. Сол кезде мен келіншегім айтқан ғой, ол не дегеніңіз? Біз Олжаспен де, Әнуармен де, бала шағасымен де, отбасымызбен жақсы араласамыз. Сәкен мен Мадинадан гөрі, мен Мадинамен көп сөйлесіп тұрамын дейді, менің жұбайым Динара. Сөйтіп айтса тыңдамайды дейді. Жоқ, сонда да білдірмей жүрсін. Сонда менің келіншегім даналығы енді айта кету керек шығар ондай кезде. Айтқан ғой, енді білдірмей жүрсін да десе, мен Динара айтқан екен де, жүрсе білдірмес еді ғой деп. Нүктесін қойған деп ойлаймын мен. Сол себепті енді Құдай сақтасын, бұл жерде ондай енді артық дүниеге бармаймыз ғой енді. Отбасымызбен араласқандықтан. Жалпы жақсыда жаттық жоқ деген дүние бар. Біз студенттік шағымыздан дос болдық. Жас қанаттың кезінде араға бір жыл салып болса да, барлығымыз жас қанатқа қатысқан адамдардың барлығы бір әулеттің баласы сияқты болып араластық.